Сөз тіркесі екі сыңардан тұрады. Бағыныңқы сөзден, басыңқы сөзден. Бағыныңқы сөз дегеніміз ол тірек сөздің мағынасын ашатын, яғни екінші сөздің мағынасын ашып беретін, ол бірінші сөз екен. Бағыныңқы сөз. Ал басыңқы сөз дегеніміз тірек сөз тіркесін жасауға негіз болатын не екен? Екінші сөз екен. Мысал айтатын болсам қараймыз. Әдемі киіну. Әдемі не істеу? Яғни бұл жерде бағыныңқы сыңарымыз әдемі, киіну ол басыңқы сыңарымыз. Яғни сөз тіркесін жасауға негіз болып тұрған сыңар мынау киіну сыңары екен. Басыңқы сыңар екен. Ал әдемі бағыныңқы сыңар сол басыңқы сыңарға бағынып, басыңқы сыңардың мағынасын ашып тұр. Қалай киіну, әдемі киіну, мысалы жаман киіну, қалай киіну, немесе